Сонымен біз екінші сабағымыз 34-ші есепке келген едік. Қараңыздар, бізде жалпы массасы 10 килограмм, суретте көріп тұрғанымыздай, және массасы 7,5 килограмм жүктер осы неге ілінген. Енді бұл төмен қарай әрекет жасайтын ауырлық күші бар, F1 деп алайын. Және мынаның дәл осы денеге қарсы әрекет жасайтын F2 келіс бар. Төмен қарай әрекет жасайтын F ауырлық бар. Енді біз осы жерде негізгі жағдаят бойынша үдет табуымыз керек. Ол үшін біз F ауырлық күшін таба алайық. F ауырлықты табатын болсақ, мына бетте M2G синус альфамен табамыз. F2 келісі табатын болсақ, M2G мю косинус альфамен табамыз. Сонда мынау бізде 10 синусымыз бізде беріліп қойған 0,5. Сонда 50 ньютон болады. Ал мынау бізде тоже 10 мю бізде 0,18 және косинус 0,87. Орындарына қойсақ 15-те 7 ньютон болады. Енді қараңыздар, біз осы жерде мына F1-дің несін табылайық. F1-ді табатын болсақ, F1-дің күшін табатын болсақ, бұл жерде M1G болады. M1 дегеніміз 7-де 5, G 10. Бұл 75 ньютон болады. Не, тауып алдық. Ал енді біз не істейміз? Бізде жалпы F тең MA деген ньютонның екінші сағынан осы жерден үдеуді таба аламыз. Үдеуді табатын болсақ, барлық күштердің барлық массалардың қатынасын аламыз. Сонда бізде мына бетте көріп тұрғандарыңыздай, мына екі күш, мына денені төмен қарай әрекет жасайды. Мына екі күш төмен қарай әрекет жасайды. Демек, екеуінің қосындысы деген сөз. Ал ол жерде мына денені біз не істейміз? Төмен қарай әрекет жасаймыз. Яғни мына денеге мына дене қарсы әрекет жасап тұр ғой, бір-біріне. Получается, осы жердегі үдеуді табу керек қой бізге. Сонда біз не істейміз? 75-тен азайтамыз 50 қосу 15-те 7. И бөлеміз астында массалардың қосындысы бізде 10-ға 7 жарымды қосамыз. Сонда 10 7-де 5 болады деген сөз ғой. Получается, осы жердегі үдеуді табатын болсақ 0,53 метр бөлінген секунд квадрат келіп шығады. Так, сәл төменге түсірейік. Енді үдеуді таптық. Мына жердегі керілу күшіміз бар, мына жердегі керілу күшіміз бар. Т деп қоямыз. Осы жердегі керілу күшін сұрап тұр бізден. Ол үшін біз мына жағдаятта төмен қарай әрекет жасайды ғой, керілу күші жоғары қарай әрекет жасайды. Бір-біріне қарсы әрекет жасап жатыр. Сол үшін біз не істейміз мына жерде? M1G азайту керілу күші тең M1 көбейту үдеу деп аламыз. Так, M1 бізде беріліп қойған 7-де 5 көбейту 10, азайтамыз керілу күші тең мына бетте 7-де 5 көбейту 0,53. Осы жерден керілу күшін табатын болсақ, 71 ньютонға тең болады. Яғни С болады деп қоямыз. Енді бұл дәл осындай есептердің тез шығап үйренгілеріңіз келсе, біздің мына бір формула жинақ кітапты алуға кеңес береміз. Осының ішінде толық осы формуланың бәрін ашып көрсетеміз. Реклама болып кетті ма? Кетті әрі қарай. Дене радиусы 40 метр болатын шеңбер 5 метр секунд жылдамдықпен 50 секунд ішінде айналып өтеді. Дененің орын ауыстыру дейді. Мына жерін бүйтіп сызып қояйықшы. Орын ауыстыру, ол қайттан бастап орнына келген үшін ол 0. Так, келесі фотоэффект қызыл шекарасының толқын ұзындығы беріліп қойған. Оның шығу жұмысын тап дейді. Енді А шығу жұмысы бізде мына жерде HS бөлу лямбда деген формуладан жұмыс табамыз. И потом осы шыққан жұмысты біз не істейміз? Бөлеміз 1-де 6 көбейту 10-ның -19 дәрежесіне. Себебі бізде электрон вольт айналдырып қойғанда. Яғни осы жерден барлық мәндерін қоя саламыз. Тарсасы ары қарай калькуляторға салсақ шығады деген сөз ғой. И осы жерден біз жұмыс тауып неге бөлетін болсақ, 2-де 49 электрон вольт келіп шығады екен.
Так, кеттік ары қарай. Келесі дыбыс қаттылығы тәуелді болатын шама дейді. Дыбыстың қаттылығы неге тәуелді болады, иә? Осыған тоқталып кетеміз. Дыбыстың қаттылығы оның осы сұраққа бір подробный тоқталып кетсек деп айтайын. Жылдамдық, немесе амплитуда, немесе ұзындық, немесе жиілік. Дыбыстың қаттылығы. Яғни біздегі осы дыбыстың биіктігі деген бар, және қаттылығы деген бар да. Демек, дыбыстың қаттылығын дәл осы жерде жылдамдыққа деп қарастырамыз. Ал дыбыстың қаттылығы тәуелді болатын шама қаттылығы тәуелді болады. Келесі, енді дәл осы жерде бізде амплитуда болады. Бізде андай нәрсе бар ғой, дыбыстың қаттылығы, биіктігі деп келеміз, яғни жылдамдық пен амплитудаға тәуелді екен. Келесі, сұйықтың гидростатикалық қысымы тәуелді емес. Әрине, тәуелді емес, гидростатикалық қысым ро GH. Получается ауданға. Так, кеттік ары қарай. Мына жерде бізге пәк берілген, пәктің формасын ашамыз. Негізі ең қысқа жолын айтып кете салайық. Негізгі пәкті біз былай ашамыз. M, S, дельтаты әрқашан жоғарыда жүреді. M, Q астында болады. Енді бізге айтады, мына жерде соңғы температурадан тап деп тұр ғой. Формуланы тағы да түрлендіреміз. Масса бізде берілмеген. Масса мына жоғарыдағы қараңыздар. Отында 0,8 литр керосин қалды дейді. Оны толық жағып, көлемі 35 литр бастапқы температурасы осындай суды қыздырғанда пайда болатын соңғы температура. Көлемі 35 литр. Оны толық жағып, көлемі 35 литр бастапқы температурасы осындай суды дейді. Яғни мынау арқылы біз массаны табамыз. Масса тең ро су көбейту в су деп қоям. Өйткені 35 литр. Демек, мынау М су болады деген сөз. Ал мынау бізде отынды жағып тұр. М отын. Яғни ол деген сөз ро отын көбейту в отын деген сөз. Сол үшін мына жерде біз былай істейміз. М ро су в су көбейту С көбейту дельта Т ашамыз. Т минус Т нолевой деп. И бөлеміз астында ро отын в отын көбейтеміз Q и 100. Осы жерде енді біз соңғы температураны деп тұр, демек Т-ның өзін табуымыз керек. Сол кезде пәк көбейту ро отын көбейту в отын көбейту Q және бөлеміз астында ро су в су S және 100 және бізде соңғы температура десе, мына бетке плюс Т нолевой. Бұл неге тең? Т-ға тең болады. Дәл осы формаға саламыз и все. Түрлендіріп қойдық. Сол кезде 90 градус болады екен. Так, келесі суретте берілген дененің тең әрекеттік күші. Енді тең әрекеттік күштер қарама қарсы болса, F2 азайту F1. Все, F2 азайту F1. 12-ден 4 тазайтып жібереміз. 8 Ньютон. Келесі контекст. Енді бізде бұл контекст көп келмеген, енді бұл келу ықтималдығы жоғары деп қарастырамыз. Жалпы осыған дейін контексттерде болмады. Бізде мәтінде беріп қойған, барлығын астын сызып қойсақ болады. Мәтінде мына жерде теледидарға қарағанда 3 есе көп қуат жұмсайды дегені бар. Одан кейін бұл енді қазір ескеруіміз керек та бұны. Енді қараңыздар, бізде жалпы мәтінде толық ақпарат беріп қойған. Осының бірінші жағдайды қарастырамыз. Электроплитасының айына жұмсайтын қуаты дейді. Яғни мына бетте қуат табуымыз керек. Ол бізде жалпыламалған кезде 3 есе көп жұмсайды. Теледидарға қарағанда 3 есе көп жұмсайды. Ал теледидардікі беріп қойған. Теледидардың тәулігіне жұмсайтын қуаты берілген. Демек, осыны біз былай істейміз. Дәл осы жердегі жұмыс деп алайық. Жұмыс тең қуаты 0,297-ні көбейтеміз 3-ке. Неге? Өйткені мынаны мен киловатт сағатқа келтірдім, чтобы
киловатт сағатпен шығару үшін, өйткені мына жерде бізде киловатт сағат беріп қойған. Сол кезде 0,889 киловатт сағат келіп шығады екен. Бұл енді 3 есе көп болған жағдайда. Ал енді оның айына жұмсайтын қуатын қарастыру үшін біз неше күн қолданады оны? Мына жерде тоже беріп қойған. Айына неше күн жұмсайтындығын қарастырамыз. Бір айда 30 күн деп қарастырады. И получается бізде көбейтеміз 30-ға. Сол кезде 200, то есть 27 киловатт сағат деп кетеміз. Так, ол бізде С болады. Ары қарай кеттік. Келесі, суды қайнату барысында электр плитасын конфорасын 2 немесе 3 минут бұрын өшіріп тастағанда үнемделетін энергия дейді. Енді осы жерде бізде былай беріп қойған, бұл жағдайда мынай қараңыздар, шайнектің пәгі 90, электр плитасынікі 60. Бұл жағдайда шайнекті пайдаланып электр энергиясының 40% үнемдеуге болады дейді. Яғни бұл жағдайда шайнекті пайдаланып. Басқаша айтқанда, бірдей мөлшерде электр энергиясы жұмсай отырып, шайнекте суды пешке қарағанда 2 есе көп қайнатуға болады. 2 есе көп қайнату болады. Ал енді бізге сұрақ мынандай болып тұр. Суды қайнату барысында электр плитасын конфорасын 2-3 минут бұрын өшіріп тастағанда. Яғни біз бұл жерде примерно деп айтамыз енді. Примерно деп айтамыз. Бұл 10% деп қарастырады. Негіз бұл жерде сол немен тактикамен кетеміз. Басқа вариант жоқ. Келесі, енді бізде мына жерде пеш үстінде қайнап тұрған алюминий шайнектің ішіндегі сумен қосып есептеген кезде массасы берілген, көлемі берілген, пештегі шайнекті қайнатуға кеткен энергия жұмсап, электр шайнегін пайдаланып қайнатуға болатын судың массасын тап дейді. Енді М біз отынды қарастырамыз. Ол бізде ро V-ға тең болады. Ро дегеніміз 2700 и көбейтеміз 4 көбейту 10-ның минус, мына бетте енді минус 6, 2-0 қысқарып кетіп, минус 4 болады. Ол 1,08 килограммға тең болсын. Енді М суды табатын болсақ, міне қараңыздар, 2,88 және мынадан азайтамыз. 2,88-ден азайтамыз 1,08-ді. Получается 1,8, яғни килограммға тең. Енді осы жерде біз енді қараңыздар, М электр плитасынікі сол бізде былай жазып қойған мына жерде. 2 есе көп қайнатуға болады деп тұр. 2 есе көп деп тұр мына жерде. Демек қарағанда деп тұр. Демек біз не істейміз? 2 көбейту М. Демек 2-ні көбейтеміз 1,8-ге, бұл 3,6 килограмм. Получается Д болады деген сөз. Так, келесі бізде тәуліктегі электр плитасының электр энергиясының құны 1 киловатт сағат электр энергиясы 15 теңге болса, плитасының жұмсайтын ақшасын табуымыз керек. Ол үшін біз қуатты формуласын жазамыз. Қуаттың формуласы негізгі жағдаятын қарастырайықшы. Бағана біз тапқан едік қой, 3 есе көп деп. Мына жоғарыда көрсетіп кеткен едік қой. Мына жерде міне. Так, міне. Мынау 3 есе көп деп мына анықтаған едік. 0,89 киловатт. 0,89 киловатт. 0,89 киловатт деп кеткен едік. Енді осы жерде біз оның ақшасын табу үшін не істейміз? Қуат көбейтеміз уақытқа. Демек 0,89 көбейтеміз тәулігіне 24 сағатқа. Сол кезде 21,384. Енді осыны киловатт сағатпен шығардық. Киловатт сағатпен таптық. Ал енді теңгесін табу үшін біз не істейміз? Осы 21,384-ті көбейтеміз, мына бетте беріп қойған 15-ке. Сонда 320-да 76 теңге, яғни Д болады.
Электр плитасының конфорасындағы тұрған шайнектің ішінде суды 2 килограмм суды 20 градустан қайнауға дейінгі уақытқа неше уақытта жеткіземіз дейді. Бірінші не істейміз? Q тең ms дельта Т деп жылу мөлшерін табамыз. 2 4200. Мынау бізде енді 100 азайту 20. Сонда келіп шығады бізде 672 мың. Осы арқылы енді пәктің формасын жазамыз бізде. Дәл осы жерде бізде мына табылған неміз жылу мөлшеріміз да. Біз осы арқылы енді ашамыз. Q бөлінген A көбейту 100. Мына бізде пәк 0,6-ға тең болса, осы жерден атқарылатын жұмыс табатын болсақ, 672 мың бөлінген 0,6 деп көте салайын. 0,6 деп көте салайын. Сонда 672 мыңды бөлемін 0,6-ға. И бұл кеп шығады 1120 мың. Осы арқылы уақыт табатын болсақ, жұмыс бөлінген қуат болады. Сол кезде осыны қараңыздар. Мынаны менде 1120 мың. Бөлемін қуат 3000 плитаның. Бөлемін 3000-ға. 373-373-те 3 болып кете береді секундпен. Осыны енді бөлемін 60-ға. Получается 6-2 минут екен. Так, келесі контекст бізде енді таңғы жаттығу дейді. Стадиондағы жүгіру алаңының ұзақтығы берілген. Ұзақтығы дейді, жүгіру алаңының. Қараңыздар, стадионның мына беті шеңбер. Мына беті болайын, қызыл болайын. Мына беті шеңбер, мына беті шеңбер. Мына бетіміз 2R. Жалпы жол табу үшін S1 қосу S2 қосу S3 қосу S4 деп аламын. S1 дегені мынаған тең, S2 мына бет, S3 мына бет, S4 мына бет. Сонда қалай болады? Қараңыздар, мен бет жазып келсайын. Мына бетте 2R ғой, мына бетте де 2 бар. Демек, оны 4R деп алсам болады. И мына беті шеңбердің жартысы, мына беті шеңбердің жартысы. Екеуін қосатын болсақ, толық бір шеңбер. Ол 2πr болады. Болды, S табу үшін енді 450 бізде 50 метр радиус. Қосамыз 2, пи дегеніміз 3-те 14. Мынаны сәл кішірейтіп алайық, сәл не кеткен сияқты. И 50. Сонда S-іміз жүрген жолымыз 514 метрге тең болады екен. Ол А болады. Да, келесі достың бір айналым жасауға жұмсайтын уақытын табу керек. Таны табу керек. Ол үшін біз не істейміз? S бөлінген V деп аламыз. Сол кезде S-іміз 514-ке тең болды. Ал мына жақта мәтінде берілген жылдамдығы 1/2. Бөлетін болсақ 428-де 3 секунд. 428 секунд кеп шығады екен. И потом ары қарай біз осы жерден үдеуді табамыз. Нормаль үдеуін табу керек, яғни А тең В квадрат бөлінген R. Енді осы жерде жылдамдығымыз Абылайдың В нүктесіндегі нормаль үдеу дейді. Абылайдың жылдамдығын табу керек. Бізде Елдостың жылдамдығы 2 метр секунд, Абылай 4-те 3 минут уақытта бір айналым жасайды. Яғни 4-те 3 минутта бір айналым жасаған Абылай. Демек, оның жылдамдығын табу үшін S бөлінген Т деп алатын болсақ, бір айналымға кеткен уақыт ол табу үшін 514 бөлінген астында уақыт 4-те 3 көбейту 60 деп алайық. Так, 514 бөлеміз 4-те 3-ке, оны бөлеміз 60-ға. Примерно 2 шығады. 2 метр бөлінген секунд. Өйткені бір айналымдағысын тауып алдық. Демек, мына жерде 2-нің квадрат 4 бөлеміз 50. 0,08 метр бөлінген секунд квадрат осы болады. И потом Елдос пен Абылайдың өзара салыстырма жылдамдығы десе, В тең, әрине,
В азайту В деп алайық. Мынау бірінші болып бізде кімдікі? Абылайдікі, мынау Елдостікі салыстырған кезде 2 азайту 1-де 2 ол бізде 0,8 метр бөлінген секунд. Яғни А болады екен. Дальше келесі Елдос В нүктесінен, ал Абылай А нүктесінен бір-біріне қарама-қарсы жүгірді. Олардың кездесу уақытын тап дейді. Енді бұл жерде екеуі де бір-біріне қарсы бағытта әрекет жасап жатыр. Ол үшін не істейміз? Біз уақыт табуымыз керек. Т тең негізгі формула жазылайық. Т тең S бөлінген В деп аламыз, негізгі формуламыз. Енді қараймыз. Бізде жалпы жүрілетін аралық 514. Ал енді олар бір-біріне қарсы бағытта әрекет жасайтын болса, 2 қосу 1-де 2 екінің жылдамдығын қосып аламыз. Получайса бізде 160 секунд кеп шығады екен. Яғни С болады деген сөз, да? Так, сонымен бір нұсқаны сіздермен толық аяқтадық. Сұрақтар болса міндетті түрде кері байланыс жасайық, Ең бастысы көріп отырсыздар ғой, негізі ең көп кездесіп жатқан ол фотоэффект құбылысына байланысты есептер. Одан кейін жаңа күрделі болған есептер. Сіздерге күрделі болған есептермен міндетті түрде кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар, Жақсы, келесі жалпы жауаптанша.